Құрметті жас дос, бүгін біз дискуссивті эссе жазылу жайында айтамыз. Дискуссивті эссе дегеніміз келісу немесе келіспеу. Бұл жерде екі жақты ой пікір беріледі, сол екі жақты ойды салыстыра отырып талдау. Бұл жерде қалай жазамыз? Яғни кіріспеде мәселе туралы жалпы қандай тақырып жазасыз, сол туралы шағын мәлімет беріп кетесіз. Негізгі бөлімде сізге екі пікір берілді ғой. Соның бірінші артықшылығы, яғни жақсы жақтары, басым жағы жазамыз. Және де кемшілігі, яғни оның қандай кемшілігі бар, не себепті ол пікірмен сіз келіспейсіз, яғни минусын жазамыз. Бұл жерде және жағымсыз жағын жазамыз, әлсіз тұсын жазамыз, және әр сипаты бір абзацпен түсіндіріледі. Қорытындыға шешім, ұсыныс, болжам. Көбінесе сіздің шешіміңіз осы, не себепті келісесіз бұл пікірмен, не себепті келіспейтіндігіңіз, және де өзіңіздің ұсынысыңызды жазып өтесіз. Видео пайдалы болса, өз достарыңызбен бөлісе кетіңіз.